Қылмыс романының 2 бөлімінің жалғасын тыңдайсыздар. Мен ол кезде ес білгеніммен анда-санда бір зәруерлігі болмаса сөйлемейтінмін. Сондықтан үлкендер де, кішілер де мені мылқау деп атайтын. Кіші аталарымыздың үй іштері мені жуас деп жақсы көретін. Ол үйлердің қайсысының болса да балалары аз еді. Сондықтан бала базарына бала таңдағанда мені сұрайтын. Өйткені менен 4 жас үлкен биғазы, тым ересек. Бала етіп әкетуге сіңбейтін қу. Ал менен 1 жас кіші биғаділ, тым тентек. Олардан кішілері өте кішкене. Шешелерінен айырылса жылап тоқтамайды, әуресі көп. Сол үшін менің базарым жүріп кетті. Әр қайсысы өз үйлерін апарып бал етіп алып көрді, бірақ сөйлемейтін мылқау болғаныммен ішімді бәрі сайрап тұратын. Іш мерездігім барған үйімде көп етпей әшкере болып қалып жүрді. Мен алдымен Нұржан иеленіп, екі белдің астындағы алыс ауылын алып әкетті. Жат үйде жасқанып, өте әдепті, сүйкімді болып жүрдім. Өлең айт деп мен іңірде ермекке айландырып зорлайтын болды. Өз үйімде биғаділге қосылып айтатын екауай дейтін өлеңімді терлеп тепшіп қинала бұғып отырып айтып беретін болдым. Өзім сылқым, өзім сал, мен кімге зар ой екеуай деп аяқтайтын жалғыз ауыз өлеңдегі зар сөзіне тілім келмей, сор дейтінмін де күлкіге мазаққа қалатынмын. Қызыл сары семіз Нұржан бұған барлық қарынмен солқылдап күлетін болды. Сен Жаппарға сорсың аузыңды деп боқтай күлетін. Мұнысына мен іштей қорланатынмын. Бұл үй тамақты аямайды. Шыптан көйлек штан да тігіп берген. Сондықтан қорлана отырып ақ талаптарын тағы орындап, қотыр торғай дейтін ертегімді де айтып беріп жүрдім. Бір күні маған қойған талабы шектен асып кетті. Жаппарды боқта, Мадиянды боқта деп талап етті. Үндемей қойып едім, маған бала болсаң боқта деп тоқалы зорлай түсті. Бар есікке барып тұрып боқта, пәленіңді, түгеніңді деп боқта. Орнымнан көтеріп тұрғызды. Мен есіктің көзіне барып отырып алдым да солқылдап жыладым ай келіп. Сол есіктен көтерсе де тұрмай, бұлқынып жұдырықтап жатып алдым. Тамаққа шақырса келмей, тамақта ішпей қойдым. Одан соң Ырысәлді дейтін малайына көтертіп төрге әкелдірді. Уатып пәлен киім түген киіп тігіп беретінін айтып алдаса да уанбадым. Ел жатқанда жатпай отырып алып жыладым. Үйін сағынған екен мына арамза. Қасқырдың күшігі тауға қарап ұлиды деген осы деп Нұржан ауыз үйден малайы Ырысәлдіні шақырып алды да сол түні мені үйіме апарып салуды тапсырды оған. Ырысәлді мені түн ортасында тоңға орап түйеммен үйіме апарып қайтты. Сағындың ба қарғам деп шешем құшақтап көтеріп алды мені. Мен үн салып еңірей жыладым. Біреу ұрысты ма, ат теріс ұрды ма, мен жауап қайтармадым. Ат теріс дегені Нұржанның әлгі тоқалы еді. Шын аты Майлы болатын. Бабамыздың бірінің аты Майлы болғандықтан шешем бұл абысын ат теріс деп атайтын. Ат теріс бала таппаған шайпау сұлу қара еді. Бәйбішесінен туылған үлкен ұлы өліп, жалғыз кіші ұлы ғана қалған Нұржан мен артымнан неше рет сұрап келсе де бармай қойдым. Бұдан соң мені іле-шала екінші кіші атамыз Құлназардың үйі сұрады. Мен ес білгенде кіші аталарымыздың бәрі марқұм аталған екен. Ол үйдің биі Құлназардың бәйбішесі Әспет дейтін асқан жомарт та алағұйындау мінезді шешеміз мені және асырап алмақшы болды. Бұл кісі де бала таппай еріне өздігінен тоқал алып беріп, содан туған 3-4 баламен отырған өте бала жанды адам еді. Кішкене баланы көрсақ айланып үйіріле тістеп я шымшып жылататын. Мені ол кісі тістеп те шымшып та жылатпады. Тағы да сол асырандылықтың Жаппарды боқта, Мадиянды боқта, менің балам болсаң оларды боқтайсың дейтін кезеңіне жеткенде шығыс алмай қалдық.
Әспет шеше бұларды боқта десе жөні де бар шығар. Жаппардың шешесі тұстас қой, сөйтсе де ондай қорлаушылық Нұржан үйінен кек болып сақталғаны себепті бұл үйден де менің жүрегіме тікендей қадалды. Бұл бұйрықты да орындамай тағы да жылап отырып алып қайтып келдім. Менің біраз тұрақтап бала болған үйім Қуандық ағамыздың үйі болды. Қуандықта бала жоқ еді. Бұл үйде әжеміз, қайныш дейтін кең мінезді жеңгеміз бар. Бұлардың бәрі де өз әке-шешем сияқты жайлы болды. Ең жақсысы Жаппарды, Мадиянды боқта демегендігі. Оның орнына апаңды сағынсаң барып келе ғой, мен ертіп апарып келейін бе дейтін қайныш. Өзім ғана үнсіз барып тілсіз қайтып келіп жүрдім. Бірақ биғадыл жындымен еркін ойнап, еркін чайнасуға не жетсін. Сөйтіп жүргенде маған шешек шықты. Өз шешемнің күтіміне қайтып келдім. Бір тәуірі шешек жеңіл шықты. Жазылып тұрғанымда көші-қон болып, түйелі үйдің бәрі көшіп кетіпті де, біздің үй жалғыз қалыпты. Жұртта қалу біздің үйдің әдеті еді. Ауылдастарымыз барып қонған соң ғана біздің үйге 1-2 түйе, 2-3 жылқы босайтын. Әкеміз соны алып келген соң ғана көшуге кірісетінбіз. Біздің қолғабысымыз түйеге тең бөліп алдымен тоңға оранып артылған кебежеге кіріп отырып алу ғана еді. Жаппардың барлық қазынасы 3-4 кебеже бала. Мендей кішкенелерінің екеуі бір кебеже болғанда, ересектердің әрбірі бір кебежеге әрең сиятын. Биғадыл екеуміз құйып қойғандай дәл бір кебеже болып отыра қалатынбыз. Екеумізге әкеміздің бір ескі тоны ғана молынан жететін. Алғашында екеуміз Құдай қосқандай тәп-тәту отырғанымызбен артынан зерге келе Құдай қоспағандай бола қалатынбыз. Үлкен кебежеде тышқандай екеуміз ғана отырып сиыспай, тіпті екеуміз екі дүниеге симастай ауқым тудыратынбыз. Оқиға көбінесе биғадылдың тынышсыздығынан туылатын. Тауқымнан үржар егін суға дейін көріп қызықтауға лайық талай көріністердің болуы мүмкін ғой. Кебежеге кірісімізбен ақ бізге еш нәрсе көрінбейтінде, түрменің сыртында атпен келе жатқан әке-шешелеріміздің мынау пәлен, мынау түген дегендей тамашалау сөздерін ести қалсақ, биғадылдың делебесі қозып, елең қағып орнынан атып тұра қарағысы келетін. Екеуміздің жамылып отырған тонымыз ортақ болғандықтан, әрине мылқау көршінің мазасын алмау керек еді. Мазаны алмағанды қойып, ол үстіндегі жарты тонын жұлып әкетіп тоңдыратын да. Содан барып дүниежүзілік соғыс басталатын. Биғадыл тонды ашып тастап атып тұра бергенде мен отыр деп шымшып алатынмын. Тамашалауды тастай салып ол шынтағымен шекеме қағып қалатын. Мен құлақтан алып түскенде ол менің даяр құлағыма жармаса кететін. Бұл дүниеде екеумізді арашалайтын, я келсінге шақыратын кім болсын? Біреуміз толық жеңілгенде ғана айқайлап 18 000 қаламға жар салатынбыз. Әрине жар салушы және биғадылдың өзі болып шығатын. Сонда ғана Құдайдай ақырып әкеміз жетеді де кебежені қамшымен салып жіберетін. Найзағай түскендей, шарт еткенде құлағымыз тынып қалушы еді. Сөйтіп, соғыс өртін сол Құдай ғана өшіре алатын, соғыс құмарлар жым бола қалатынбыз. Көшкенде басқа аға бауырларымыздың қайсысы қай дүниеде, қай түрмеде отырғанын бір Құдайдың өзі білмесе, біз қайдан білейік? Қонысқа жетіп, түйе шөккенде ғана жаудырап, бір-бірімізге жылғысындай жып-жылы көріне кететінбіз. Кебежеден шығысымен қайныш келіп мені қолымен жетектей жөнеледі. Ендігі көшкенде мен сені кебежеге түсірмеймін, деді ол. Тепкішек салып, жуп-жуас жорғатайға мінгіземін. Осындай жақсы үмітпен мен қозы қайыруға жұлқына кірістім. Қой өрген соң қайныш қозыны көгеннен ағытып береді. Мен қозының соңына түсемін. Қайныш қозыны санауды үйретеді. Мен сан білмеймін де саусағымды көрсетіп, мынадай қара, мынадай қоңыр, мынадай ала, мынадай қасқа қозы деп қайнышты ыраз ететінмін. Бар жоғы 20 шақты ғана қозы еді. Бәрінің түр-түсін біліп алыппын. Қой келе жатқанда қозыны қайырып қайтатынмын. Қайныш көгендесетте кем шығып қалса, қайсылары жоқ екенін менен сұрайды. Мен үндемей саусағымды бір-бірден ұстап жүріп түгендеп шығамын да, келмей қалған қозылардың түрін айта, оларды іздеуге жүгіремін. Сөйтіп түріне қарап іздеп тауып әкеліп жүрдім. Қозы көгендеу кезінде кейде өз әкем келіп қызықтап қарап тұратын болды. Мылқауым қалай, қозыны жақсы бағып жүрме деп сұрайды келінінен.
Оған қайныш мені қатты мақтап беріп жүрді. Менің балам Шопан атаның нақ өзі, көзі бүркіттің көзі сияқты, қандай қозының жоқ екенін қарай салып біледі дегенде, мен көзімнің қиығымен әкеме қарап қоямын. Бірақ ел жайлаудан түсер шақта Жорғатайға мінемін деп жүрген үмітім жақындап келе жатқан бір күні абыройым айрандай төгілді. Бір қоңыр қасқа қозым кем болып шықты. Ар іздеп, бер іздеп, ақыр оны тапқан болдым да айдап әкеліп көгендеп қойдым. Қайныш қой сауып болған соң қозы жамыратқанда бұл қозда ене жоқ, біздің қойда қоз жоқ болып шықты. Сөйтіп қылмысым әшкере болып қалды. Әлгі малданған қозым Әспет шешемдікі екен. Артынан иесі келіп алып кетпесін бе? Кешінде Әспет шеше келіп қуандық қайтып күлкіге айландырды мені. Әспет күлкішіл де өте сықақшыл еді. Өз басымды жерден ала алмай бетім күйіп отырғанда, әкең жынды ғой кәпір деп бетімді шымшып кеп алды. Бұған да жыламайтын едім. Жәкең жынды болса да қозырламайтын деп сап-сау Қуандық қостай күлді. Жынды кемпір сөзін Қуандық аға қостағаннан кейін ақ менің шегіме жетпесін бе? Көзімді баса бергенімде мұрнымнан да ытқып кетті. Тұра жөнелдім. Қайныш қуаласа да қарамай жүгірген бойы үйге жетіп, әкемнің жамаулы тізесін құшақтап барып жығылдым. Іңір бой сол жатқаннан тұрмай жылай беріптім. Сол қозының табылған табылмағанын білмеймін, оны маған айтқан ешкім болмады. Бірақ Жәкең жынды болса да қозырламайтын деген Қуандықтың күлкісі есімнен кетпей, оларды көрсем ақ қорланатын болдым. Қайтып бармай қойдым да, бұл қылмыстың салдарынан Жорғатайға мінбей ақ кебежеге түсіп кете бердім. Құрметті тергеушім, мен кішкентай кезімнен ақ түрмеде тар камерада өскен қылмыстымын. Зор қылмысты болмаса сол кезде ақ қамалар едім. Қазіргі қылмысымның түп тамыры менде әзерден ақ бар. Шешемнің емшек сүтімен бітіп, бұлшық еттерімнің талшықтарына айналып кетіпті. Бұл қылмыс сол кездің өзінде ақ мені жақсы киіммен Жорғатайдан жұрда етіп, әкемнің жыртық тонымен кебеже түрмесіне қуып тығыпты ғой. Әзелден бар бұл арам тамырымды делоңызға мақтап орналастырғайсыз да, қылмысы сүйегіне біткен тума қылмысты деп үкімге қосқайсыз. Тау құмға сол жылы күз аяғында көшіп қайтқанымызда неліктен екенін білмеймін. Қамыс тамымызға бармай бір жадағайлау сайдағы бөтен қыстауға келдік. Біздің үй кірпіштен қалаған екі бөлек, 4 ауызы жақсы тамға бөлініп түсті. Гүлжан шешеміз Бисара, Биғадыл, Нұрғайшалармен айырым үй болып алды. Әкем де басын төмен салып жүретінін қойып, тіпті нұрланып қалған секілді. Ыңғай жақсы киінетін кішәкелеріміздің үй іштерінен ешкім бұл қыстауға келмеді. Әкең жынды дейтін сөзді мен де естімейтін болдым. Бұл қыстауға түскен адамның барлығы бұрын мен көп көрген, жалба-жұлба әмсе жүдеп жүретін адамдар екенде, қазір менің әкем тәрізді бойын көтеріп ширақ жүретін болып алыпты. Ерекше әдемі киінген біреуі болмағанымен, ит талағанда ерекше жыртық кигені де көрінбеді. Бұл қыстауға алғаш келгенде маған ең жағымсыз тигені Биғадылмен бірге тұрмауым ғана болды. Биғадыл басқа үйде, мен басқа үйдемін. Қыс түсісімен үйден шықпайтын әдетіміз дәл осы кезде мені ерекше түрмеде езді. Бас қойынның жөні болмағанда Биғадылмен бірер рет құлақтасып алсаң да ішің пыспайды ғой. Менің одан басқа кішкене бауырларым бұл жөнінде білмейді. Ұрып қалсаң, ма деп жылауына қарап жаның ашиды да маңайын баспайсың. Ал Биғазы көрші ауылдағы кішкене мектепке оқуға түседі де менен ерекшеленіп паң болып алды. Сонда да іңірлерде онымен айтыспай лаж жоқ. Менің айтысуым сөзбен емес, әрине қағазға жармасып ірге күш көрсету ғой. Шешем ылғи менің сөзімді сөйлейтін болғандықтан оған жалынудың қажеті не? Іңірде ол келіп, кітап дәптерлеріне өңілген кезде мен кимелеп жамбастай барып төнемін. Одан ары қарай ығысса мен ірге кеңейтіп ілгерілеп отырамын. Биғазда енді ығысарлық территория қалмаған кезде маған еріксіз жалынады да бір қарындашым беріп алдыма жаман қағазын қояды. Тыныш отыруымды өтінеді. Сонан соң мен де найынсаптық қылмауға тырысамын. Жалғыз ақ шарт ол А, Б деп оқығанда үнін естіп қараған әрпіне мен де қарай отырып
жақындықта болу. Сөйтіп оның аузына бір қағазға бір қараумен боламын. Тіпті кесірейіп кететіндігімнен болар. Ол кейде күліп алып қаша жөнеледі. Апа, мына мылқауыңа тыныш отыр деші деп арыз айта қашады. Ол ненді алды, тып-тыныш отыр ғой деп шешем арызшының өзін теріске шығарады. Ол лажсыз қайта отырады да менің ішімді пысыру үшін аузын жыбырлатпай ішінен оқуға кіріседі. Сол себепті келісімді мен қайта бұзамын, иығыммен шынтағынан қағамын. Мынаны оқышы, мынау немене деп өндіршіктей кірісемін. Мұның өзі жанжалға апаратын жол екенін үлкен жігіт болған Бигелді біледі де өзіне түсі таныс әріптерін маған үйрете бастайды. Бірақ ұстазым екеумізде қағаз жоқ еді. Бұған кейінірек Бигелді бір амал тапты. Қой мен ешкінің жауырын сүйегін жиып әкелді. Екеуміз екі мұжық қарындашпен білгенімізді соған шимайлайтын болдық. Өшіріп тастап қайта жазуға оңай, нағыз кедей қолды келіскен қағаз осы екен. Үлкенді кішілі екеуміз бұл мектепті кемелдендіре түстік. Сиыр мен жылқының жауырынында тауып Бигелді мұғалімге жүгірді бір күні. Ленин, Сталин, Жаппар, Құрман, Балпаң, Балтекей деп айқын жаздырып алып келді. Сөйтіп біз педагогтердің тәртіп ережесін бірақ бұздық. Әріптерді жеке-жеке үйренбей-ақ адам аттарын суретсе сызып жаза жөнелетінді шығардық. Биғазыша шөкімдеп отырмай Шеңгелді бірақ салдық. Бигелді әкеммен бірге аңға кеткенде де мен бұл ғылымнан баса алмайтын болдым. Қыстауда бұл 6 кісінің аты жазылмаған жаурын қалмады. Шабытым келе қалғанда кейбір кездерде тоқпасшылық пен кәржілікке де, далада қураған бастарға да тізіле қалып жүрді. Мен жазған сүйек кітаптарды Биғазы кейде даладан тауып әкеледі. Бұл кітаптарда ол молда білмейтін әріп көп еді. Тізілген 6 атаудағы кей әріпті ол менен сұрайды. Мен өзім жазсам да ол әріпті білмейтіндігімді сездірмеуге тырысамын. Бұл сен білмейтін әріп дей саламын да, мұрнымды көтере бір тартып қойып теріс айлана беремін. Сезсем де бұл әріпті оның өзі не деп оқитындығын аңдып отырамын. Мына мылқау үндемей отырып сенен озы дейді әкем. Сөйтіп мен шектеуден Биғазының өзі шектелетін болды. Оның кітабына, көзімен аузына қанша қадалсам да ұқықты болып шықтым. Әкем бір күні күзен қасқыр түлкі терілерін төп үйге әкеліп қаттап қапқа тықты. Жүзағашқа апарамын, саған дәптер қарындаш етік әкеліп беремін деді. Қуанғанымнан жүрегім ішімде жүріп жүргендей сезілді. Өзімде ойлы-қырлы шапқылап қыстаудың желке жағындағы биік шағылға шығып ойнап кеткендей болдым. Алдымен ана үйдегі Биғаділге барамын ғой деп ойладым. Биғаділге де әкелесің бе әке? Оған да келемін. Әкем терілерін бөктеріп аттанып кеткеннен бастап дәретті сылтауратуым көбейіп алды. Бұл жұмысты бұрын табалдырықтан жөнелте салушы едік. Аяғыма шешемнің кебісін іліп алып шығып, үйдің артына бара әкем асқан белге қарап тұратын болдым. Жауырынға жазып отырғанда да даладан ат дүбірі естілгендей, елеңдей қалып тұра жөнелемін. Сен өзің тынышсыз болып кеттің ғой деп шешем кінәлай берді. Әкең кеткелі жазғаның 2 жауырын. Олай болса әр кеште 3 жауырыннан жазып өшіріп жүрмін ғой. Саған мен кигіз шарық тігіп жатырмын. Егер көп жүріп кететін болсаң сыпырып аламын. Алсаң ала бер, әкем әдемі етік әкеледі. Киіп аламыз да болтай ағамша былай жүріп кетеміз баяғысында деп адымдап жүріп кетіп едім. Шешем қарқылдап күлді. Одан сайын адымдап барып кішкене Биғайшаны қағып жығып алдым. Қылмыс табу оп-оңай ғой. Ол шыр ете түскенде алды-артыма қарамай үйден шыға қаштым да қарда жалаң аяқ күртілдете жүгіріп Гүлжан шешемнің үйіне кірдім. Мұндайда Биғаділ пана болама? Күл апамның етегіне барып тығылдым. Аюдай ақыратын бұл шешеңіз аялы қормалымдай көрініп кетті. Бауырына басып аймалай береді өзі. Байқасам қуғыншы жоқ екен, сонда да тығыла түстім. Бұл кісінің мейірімін көз ашқалы көргенім осы болса керек, алдында жата бергім келеді. Қып-қызыл болып кеткен аяғым тоқалап, көйлегінің ішіне омырауына басты. Егер тосын қылмыс өткізіп қоймаған болсаң, тосын тәуекел болмас еді де, Биғаділді дәл мұндай тосыннан көре алмас едім. Мен келе тығылғанда ол да келіп басымды сипат, сүйінші сұрағандай, таяу заманда етікті болатын, қазірдің өзінде киіз шарықтың сырылып болғанын айтты. Киіп шығып ойнаймыз деді. Мен де осы қуаныштың салдарынан қылмыс өткізіп алғанымды есіме түсіріп, есікке жалтақтай бергенімде шешем кіріп келді. Мен тығыла қалдым, бірақ шешем күле кіріп
күле кірген тәрізді. Гүлжан жазғыра қарсы алды оны. Ой, бұл не қылды саған? Қарға жалаң аяқ қуғаның не? Қуғаным жоқ, қайтып кел деп шақырсам қаша береді өзі. Сөйтсе де бұл мылқау әкесі кеткелі құтырып кетті тіпті. Құтырғам жоқ, қуандым дедім мен бұғып жатып ақталып. Ашумен құтырғаннан қуанып құтырған жаман деген шешемнің сөзіне екеуі қатар күліп алды. Сен ғой деп сонан соң шешем қымыр етсақ қойып қалып жүріп балаларды қорқақ қойыпсың. Бұл сөзге күле апамыз бұрқ ете түсті. Қушынақ Құдай деп мені өз шешеме лақтырып тастады да шашымен бетін жұлғылай берді. Өлгеніңе Құдай осыншама қыр соңыма түсіп, сені құлдыр қылған мен бедім, қу Құдай, балаңның су жүрек болып туғанында менен көрдің-ау Құдай. Мені арқалай түрегелген өлген шешем болды жә деді де, сенің қыр соңыңа түскен ешкім жоқ қой, заңсыз деп бөліп қойып отырған үкімет емес пе? Әйтпесе мына екі баланың бөлінетін не қылмысы бар еді? Іштері пысып өлгелі жүр. Болды, ұру қуудан өзім мақталамын деп сені қаралап қойыппын. Енді олай сөйлемеймін. Шешемнің арқасында келе жатып, бүгін едел-жедел екі қылмыс өткізгеніме өкіндім. Қуанбасам, Биғайшаға аяғым тимейтін деді. Қашып келмесем, апаларым ұрыспайтын да еді. Үйге кірген соң шарықты үн-түнсіз сыра берді. Мен 5-6 жауырынды алдыма бірақ қойып жазуға кірістім. Кешке дейін осы 6 жауырынды толтырып шешемнің ашуын тарқатқым келіп еді. Біраздан соң Биғадыл азан-қазан айғайлап кірді. Міндет орындалмай қалды. Ол тату уақытында мені қырау деп атайтын да, жараспай қалғанда мылқау деп атайтын. Қырау, мінеки, киіз етік деген. Бисара тәтем тез бітіріп берді. Сенікі қайда? Үй сен қу сүйек мүжейтін болғанбысың, қолыңмен басып отырғаның не? Бұрынғыдай әр күні бірге жүрген болсақ, әсіресе кебеже ішінде отырсақ, бұл сөз үшін қолымдағы жауырынмен бірақ салар едім оны. Қыс түскелі көре алмай сағынып жүргендігімнен ашуланбадым. Шешемнің қолындағы шарығыма қарай бердім. Биғадылдың сөзіне төмен қарап күліп отырған шешем, қыраудікі де қазір бітеді деп жеделдете түсті. Сен де жазу жазып үйрен. Шешемді асықтыра алмадым мен. Қылмысым бар ғой, әйтпесе бидайықтай қуыратын жөнім ақ келіп еді. Құлағым қызып отыр. Үндемей жазуымды шұқылай берген болдым, бірақ көре салысымен ақ Биғадылдың сағынышы тарқап сала бергені білінді. Мына шимайың немене, ей мылқау? Мен жауап берудің орнына жалғыз ақ қу түрік деп бұртия қарадым. Оның үстіңдеріні түріктеу еді. Мылқау деді ол. Шыжың деп салдым мен төсекке анда-санда жіберіп қоятынын көргенім бойынша оның ең намыстанатын айыбын бетіне бірақ бастым. Мылқау дүлей деп тұра қашты, мен тұра қуып едім. Ей, тоқта, шарығың бітті деп шешем шақырды. Мен қайырылып тұра қалдым. Әкем келді, қырау деп қайта татулық атымды шақырып, Биғадыл айқай салды, терезені қақты. Әкем келе жатыр. Шарықты қоңылтаяқ кие сала жүгірдім. Ең алғашқы киген аяқ киімім болса да, біраз қарап көз сусынымды қандырып алуға мұршам жетпеді. Үйден шешем де шықты. Маңайдағы әр үйден адам шығып қарап тұр екен. Біз жеткенше ересек Биғазы барып, әкемнің алдына мініп алыпты. Биғадыл екеуміз жете бере әкеміздің өте көңілді екенін байқадық. Биғазыны түсіре салып, мені, сонан соң Биғадылды алып бетімізден сүйді. Аттың артынан бірнеше шуылдақ еріп келеді. Әкеміз мылтық әкеліпті. Кімдікі деп сұрағанымызда, үкімет берді деді. Өзі де қуанышты үнмен айтты. Үкімет неге береді? Аңды көп аула, қасқыр түлкіні көп әкел деп берді. Өзі бұл жолы көп нәрсе әкеліпті. Пұл, шай, кәмпит, қант, дәптер, қарындаш. Қалай санарсың? Тіпті шешем бәрін ашып көрді. Бұрын мұндай көп нәрсені Нұржан, Қуандықтар ғана қаладан әкелетінін көргенмін. Енді біздің әкеміз де әкелді. Олар қой айдап апаратын. Біз оған қызығатынбыз. Әкеміз бір қап терімен ақ әкелді. Қант, кәмпит деген шешем келгендердің бәріне үлестіріп жатыр. Біздің үйде бай болған сияқты. Күле апамыз да күле отырып көп нәрсе алып қайтты. Ең жырғаған Биғадыл екеуміз, бірақ ләпке де кішкене етік жоқ екен дейді. Екеумізге жып-жылтыр қысқа қонышты кішкене калош етік әкеліпті. Мұндайды бұл ауылда киген басқа бала жоқ. Мылтық әкелді, қасқыр түлкіні енді қырып саламыз деді Бигелді. Жаппардың өнерін енді көресіңдер деп Байжұрқа атамыз да қостады.
мылтық иесін енді тауыпты. Бұл ана жылы Нұржанның пердеңкесі мен аспандағы бір топ қаздың бірін жібермей түсірген. «Уда әкелдім», деді әкем. «Тегі ең мықты қыранымыз сол болар. Пияланың үгіндісін қосып жемтікке себеміз. Қасқыр сеспей қатады. Тер алатындардың бастығы Минаж дейтін жуан ноғай еді. Барлық қазына соның қолында екен. Бәрін сол бергізді. Өзі менің қолымды ұстап, саған не керек болса бәрін мен қамдаймын», деді. Тіпті жалбырақтап тұр өзі. «Ұлықтардың ішінде мұндай адамды көргенім осы. Өзі осы жаққа шығамын, сенің үйіңде де боламын», деді. Мен кедейлігімді айтсам, ол қатты күліп кетті. «Бізге ең керегі сол кедейлігің», деді. «Тіпті Совет үкіметі сенің үкіметің деп салды. Осы жазда ауылдарыңда колхоз құрылады. Байларды арестовать», деді. «Арестовать не?» деп сұрады Байжұрқа. Бұл сөзді жуан даусымен гүрілдемей ақырын сұрады. Әкем де жауабын бәсеңдей қайырды. Нұржандарды құлаққа жатты дейді. Малын кәнпес келетті. Ал арестовайтын өзімде ұқпадым. Қайтып келе жатып Ақтайдан сұрасам, Сібірге айдалады деген сөз дейді. Байжұрқаның дөңдей бүкір жауырыны одан сайын бүктетіле түсіп әкемнің бетіне аузын жақындата сөйледі. Совет үкіметінің кедейшіл болуы жақсақ, бірақ әлгі колхоз дегені тіпті жаман дейді. Орыстармен бір үйде бір қазаннан тамақ ішеді екенбіз. Бізге де шошқа етін жегізеді дейді. Дінді жоғалтады дейді. Бұған қалай шыдаймыз? Әлгі ноғайын бұл жөнінде ештеңе айтпады ма? Жоқ, айтпады. Совет кедейді жақсы көрсе, олай етпеуі керек. Орыстарда да кедей бар ғой. Кедей болғанмен олардікі өз алдына. Қазақ кедейінің де өз алдына тілегі бар емес па? Біздің тілегімізді де орындамай ма? Бұл естігеніңіз байлардың сөзі шығар. Олай болмайды. Байлардың өсегі ғой тегі. Сізге кім айтты мұны? Байлардан естісем ғой сенбес едім. Бірақ осыны өзіміздің қулар көп айтып жүр. Қалай сенбессің? Бәрі айтады, тіпті санатпай Ақтайларда айтыпты. Мұны айтқандарға біз де айта жүрік. Совет кедейлердің тілегін орындайды. Осыған ғана сеніңіз, деді әкем. Резеңке шолақты киіп алғаннан кейін ақ қар кешейік деп түрткілей берген биғадыл мені жетектеп ала жөнелді. Біздің әкеміздің де бұл сөздерінен ұлық болып қалғанын байқап мен шықтым. Шыға салып қар кештік. Қысқа қоныштан асып кетсе де биғадыл ескере қойған жоқ. Совет деп айқайлап қар кешіп жүр. Үкімет, коммунист, менің әкем коммунист. Ей, аузыңа, деп үйінен Күле апамыз шыға келді. Қоншыңа қар құйылып кетпеді ме? О, үкіметіңе, коммунистіңе сенің. Жүр үйге, түн ішінде нағып жүрсің. Тергеушім біздің осы шешеміздің Шұнақ деген құдайы, тілі тимеген үкіметі қалмаған. 2 дүние емес, 4 дүние болса да қылмысы жетерлік еді. Жас кезімде сол қылмыстан да оза шауып тәлім алған қылмыстымын.